Бүгінгі біздің қарайтын тақырыбымыз двигательдердегі қоспа жасау. Бұл тақырып бойынша сіздерге дәріс оқып отырған экономика және бизнес кафедрасының доценті, техника ғылымдарының кандидаты Ақынғазиев Жәмеш Ақынғазиевич. Негізіндегі бұл тақырыпта біздің қарайтын мәселелеріміз жұмысшы қоспаға қойылатын негізгі талаптар, отын ауа қоспасын жасау тәсілдері және кинематикалық химиялық реакциялардың жүруі, іштен жанатын қозғалтқыштар пайдаланатын отындарға көптеген талаптар қойылады. Сырттай қоспа жасайтын қозғалтқыштарда отын оңай булануы және келетін ауамен гомогендік қоспа жасауы араластырылып отырылатын отын әзірленеді. Оның жағдайы көбісінде мында көрсетілген. Сырттан осы көрсетілген сырттан қоспа жасайтын қозғалтқыштардағы қоспа жасауды қарапайым карбюраторды мысалға ала отырып түсіндіруге болады. Ол төртте бір А суретте көрсетілген. Ауа төмен цилиндрге қарай қозғалған кезде диффузияның екімен көрсетілген. Ең кішкентай көлденең қимасында сырттан келетін ауамен салыстырғанда сиретілген қысым көрсетілген формулада қарап оқып түсінуге болады. Ол жекелер үш жасайтын гидравликалық кедергілерді жеңіп, сопылы тұзаңдатқышы арқылы диффузорға құйылады. Бұл кезде дрюсельдік қалқанның ашылуы өзгермейді, тұрақты болып қалады. Ал қалтқы камерасындағы қалтқының және клапанның жетімен көрсетілген көмегімен тұрақты отын деңгейі сақталады. Отын соплыдан шығарылғаннан кейін ауамен араласып қоспа жасайды. Ол келесі формулада көрсетілген. Іштей қоспа жанатын қозғалтқыштарда, яғни дизельдерде қоспа жасау тәсілдерінің әрекеттеріне қарай біртұтас және бөлінген жану камералары қолданылады. Біртұтас жану камералары дизельдерде отын бір күшпен тікелей жану камерасына жеткізіледі және негізінен шашырату кезінде тұзаңдаттырылады. Отынды шашырату шамамен 300 кг сантиметр квадрат немесе 30-40 мегапаскал қысыммен іске асырылады. Отынды тікелей шашырататын дизельдің отын жүйесінің сұлбасы 4:2 суретте көрсетілген. Бұл кезде қоспа жасауды қабырғалық деп бөледі. Қарсы камераға тұзаңдатқыш дизельдерде отын 7,5-тен 13 мегапаскал арасында қысыммен көлемі шамамен жалпы жану камерасының 25-40% құрайтын қарсы камераға бір күшпен шашыратылады. Қарсы камера негізгі камерамен бір немесе бірнеше тесіктер арқылы байланысады. Қарсы камераға шашырылатын дизельдерде жану процесі шамамен былай іске асырылады. Шығындар кезінде байланыстыру арналарының кедергісі салдарынан негізгі камерада қысымның өсу дәрежесі қарсы камераға қарағанда жоғары болып келеді. Қысым айырмашылығы ауаның қарсы камераға қарқынды өтуіне әкеледі. Отын қарсы камераға поршень жоғары шекті нүктеден 15-20 градус қалғанда шашыратылады. Отын алғаш тұтанғанда қарсы камерадағы қысым негізгі камерадағы артып отырады. Нәтижесінде газ ағысының бағыты өзгереді
пайда болған жану өнімдері жанып үлгермеген отынмен бірге жоғары жылдамдықпен негізгі жану камерасына өтеді. Мұнда олар цилиндрдегі сығымдауды ауамен араласып жану жалғаса бастайды. Алынған жұмысшы қоспа жану өнімдерінің жоғарғы температурасында 1600-2000 градус Цельсийға жетеді. Нәтижесінде қысымда 48-50 кг/см немесе 4,8-5 аралығындағы мегапаскалмен жоғарылатады. Осы кезде жанады. Қарсы камералары тұзаңдатылып, дизельдердің ағыны шашыратылардың арашалықтары төмендегідей. Шашырау артықшылары төмендегідей. Отынды шашырату қысыммен салыстырмалы алғанда жоғары емес. Отын сорғысы мен бүріккіш құралдары қарапайым маманда дайындалған емес, қымбат емес дизель отынның пайдалану мүмкіншілігі бар. Қарапайымданған отын жүйесін тазалау жүйесін қолдау мүмкіншілігі бар. Қарсы тұзаңдатылған дизельдердің кемшіліктері мыналар: қозғалтқышты оталдыру қиындығы, цилиндрдің жұмыс көлемінің бірлігіне қатысты қозғалтқыштың өзіндік қуаты төмендеу, отынның өзіндік шығыны көбейген, яғни шашырату салдарынан ағын 10-15%-ға көп.